Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Күріштің пайдасы туралы бәрі біледі. Бұл дақылға мыңдаған жыл болған. Оны біздің дәуірімізге дейінгі Азия елдерінде өсірген. Бүгінгі таңда дәстүрлі медицинаны ұстанатындар мен салмақ тастағысы келетіндердің және өз денсаулығын күтіп жүретін адамдардың арасында тек күріш қана емес, сонымен қатар күріш қайнатпасы да танымал. Соның ішінде біз күріш қайнатпасының пайдасы мен зияны туралы әңгімелейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Күріш суы несімен пайдалы? Күріш суы немесе қайнатпасы керемет қасиеттерге ие, бірақ бұл сұйықтықтың дәмі қоймалжыңдаған және жағымсыз болып көрінуі мүмкін. Мысалға, қытайлықтар күн сайын таңертең бір стакан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектік сыйлап тазартады. Сусын көптеген пайдалы заттардан тұрады. Минералдардан, В, Е, С тобындағы витаминдерден, асқазанның шырышты қабағын орап емдейтін ұлпадан тұрады екен. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеттері бар. Олар ағзаның ішкі энергиясын босатады, тері мен шаштың жағдайын жақсартады, зат алмасуды жылдамдатады, ағзаны отты заттардан тазалайды, сусыздануды жеңуге көмектеседі екен. Дәрігерлер бұл күріш суының қасиеттерін баяғыда мойындап атап өткен болатын, бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Себебі бұл сұйықтықтың өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Тоқ ішектің қабынуы, іш қатуға бейімділік, жеке төзімсіздік. Егер сіз күнделікті тамақтану рационында дәнді дақылдардың қайнатпасын қосуды шешсеңіз, оны дұрыс орындаңыз. Сонымен күріш қайнатпасында қалай дайындаймыз? Емдеуге және салмақ тастауға арналған рецепттер. Күріштен сусын дайындаудың көптеген рецептілер бар, яғни қарапайымнан басталып бірнеше қадамдардан тұратын да рецепттер болады. Ең қарапайым рецепт бойынша дайындау. Кастрөлге 2 стакан су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен 40 минут қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде қолдануға болады. Тағы бір рецепт қысу кезінде қолданылады. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стакан күріш пен тұз, 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтақтағышқа ұнтақтатып алыңыз. Содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп қайнатпаны 5 минут қайнатыңыз да суытып, әр 2 сағат сайын ішіңіз. Күріш суын қалай қолдану керек? Құрметті көрермендерім, күріш сусының 100%-ға әсер етсін десеңіздер, оны дұрыс ішкен жөн. Асқазан және ішек аурулары кезінде алғашқы рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стаканның 4/1 бөлігінен ішу керек. Бұл сусынды сирек немесе жиі ішуге болмайды, себебі оның әсері әлсіз болады, немесе ол дәретті тым қатайтып жібереді. Құсыққа қарсы сұйықтықты әр 3 сағат сайын бірнеше ас қасықтан ішеді. Ал сусынды балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек. Оларға бір ас қасықтың өзі жеткілікті болмақ, бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етілмеген. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдаған дұрыс. Егер таңғы асты күріш сусынымен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 келі тастауыңыз мүмкін. Күріш суы бетке маска ретінде де қолдануға болады. Ол үшін күріш суын теріге жағыңыз да 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шаш жууға болады. Сонда шашыңыз үлпілдеп жылтырап тұрады. Көріп отырғандарыңыздай күріш суы таптырмайтын сусын. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі және барлық суық салонының орнына ешқандай шығынсыз алмастырады. Азиялық әйелдердің бұл құралды көптен бері бағалағандары да таңғаларлық емес. Ал күріш сусының ерекшелігі мұра ретінде қазіргі заманның сұлуларына да берілген.